саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз қозғалыстың салыстырмалығына есептер шығару, екі өлшемді жағдай. Сіздер алдыңғы сабақта дәл осы тақырыпты өткен болатынсыздар, бірақ бір өлшемді жағдайды қалыптастырдыңыздар. Енді бұл жерде біз екі өлшемді жағдайға есептер шығаратын боламыз. Есептер шығаратын боламыз. Берілгені F C тең 3-ге 4 U бөлсем өзі. Ал бұл жерде бізге табу керегі траектория. Яғни біз бұның сызбасын сызатын боламыз. Яғни бұның шартына келетін болсақ, яғни ит өзенге қарсы, өзенмен бірге жүзетін болады. Яғни ол әр жүрген сайын 3 метрмен жүріп отырады. Яғни 3 метр. Бұдан кейін 4. Оның несі 4 болады. Бұлайна 3. Яғни бір несі 4, ол 3 клеткіден жылжып отырады. Ал енді оған траектория дегенде біз оның басақпен нелерін сызып отырамыз. Яғни 3 неде ол қаншаға дейін баратынын түсіндіреміз. Ал енді мына А иттің несі болсын, иттің жүріп өткен ит тұрған жер болсын. Енді біз оны бүйтіп сызамыз. Енді бұның жылдамдығына келетін болсақ, бұл 4 метр. 4 метр болып табылады. Енді мынау ит, яғни иттің жүзіп келатқан жері, одан кейін иттің жүзіп келатқан жері болғанда, енді бізге 3 клеткі артқа жері керек. Мұна 4 болды. Енді мұна жер 3 болады. Яғни біз бұны штрих арқылы жүргізейік. Штрих арқылы. Осы жолайда қояйық. Осы жер. Ит мынаған келді. Ит жылдамдық болғандықтан ит осы жерге 3 несімен келді. Енді бұдан қалай мынаған келеді. 3 басақ 3 несімен жүргендіктен, яғни біз бұны бұлай асақ иттің жүріп кеткен жері жүріп кетеді. Яғни десеңізден 3 километрден жүреді. Енді біз бұны тағы да 3-ке секіртеміз. Мына жерден бұлай тағы жүргіземіз. Және бұл жерден оның жылдамдығы шығады. Енді бұл араға келіп тоқтайды. Ит осы жерге. Осы жерге келеді. Енді біз бұл жерде сызу керек болды. Біз 2 рет жүрдік. Енді басақ қысында 3 рет жүретін болғандықтан біз оны кәдімгі сызықпен, яғни штрихсыз жүргізетін боламыз. Ит мұнараға келеді. Ит осы жерге келеді. Енді бұдан кейін ол мұнайға келетін болады. Яғни біз бұны сызба арқылы оның траекториясын таптық. Сызба арқылы оның траекториясын түсіндірдік. Енді біз келесі есепке жүрейік. Келесі есеп шығарайық. Келесі есепті шығарайық.
номер екінші есеп. Бұл жерде де тура сол өзен берілген жазайық. Берілгені бұл жерде U тең 3 метр секунд. Бөлінген метр секунд. Бұдан кейін тең 5 метр секунд. S 200 метр. Одан кейін табу керек бұл жерде L-ді. L табу керек дегенде біз бұның ағыстың бойымен қанша километр қай нүктеге ағыс бойымен қай нүктеге барып тоқтайтынын естиміз. Енді бұған да біз сызба салуымыз керек, әйтпесе түсініксіз болып қалады. Сызбаға келетін болсақ, мынау өзеннің сағасы, екі сағасы бар. Мына жерден шықса, А пунктінен шықса, ол тігінен О пунктіне бару керек. Ағыс былай соғып жатыр, ағыс бері қарай кетіп баратыр, ағыс бері қарай соғып жатыр ары қарай. Енді мынау бұдан бері қарай телефон жүргізейік. Яғни бұл оның жүріп өткен жолы делік. Ал S20 метр дегеніміз осы мына аралықтың, яғни мына беттен мына беттенгі бөлік, яғни қанша метр екені. Одан кейін жерде А, одан кейін Б. Мынау бетке келе жатыр, У. Ал мынау оның ағыстың ұрып жатқаны, яғни F. Енді бұл егер ағыс қатты жылдамдықпен соғып жатса, кеме яғни қисаяды. Қисаяқты осы жерге дейін, яғни осылай болады. Қисаят сонда бұл жер L болады. Яғни біз осы L-ді табуымыз керек. Шешуі L тең P көбейтілген U. Енді бұл жерде ортағымыз Т көбейтілген S SF. Енді бұдан бізге L-ді табу керек болғанда, яғни біз енді оңай болады деп ойлаймын. S көбейтілген U бөлінген F. Енді бұдан табылатынымыз, енді бізге мына жерде тым табу керек болады. Тым берілмегендіктен негізі тыны таппай-ақ та қойсақ болады. Сразу мен көрсетіп кетейік. L тең 200 бөлінген 5 метр секунд 3 метр секунд. Яғни бұдан енді шығады 120 метр. Яғни солай қисаят. Қош, сау болыңыздар. Осымен сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.